60 жас адам өміріндегі ең маңызды мезгіл. Жер ортадағы дәуір бөлгіш саты, іспетті. Осы мезгілге жетіп, ары қарай қалған өміріңізді мәнді де сәнді өткізу үшін төмендегі көңіл бөлуге татитын 10 түйінді ұсынбақшымын. Бірінші, перзенттеріңіздің қарымжы қайтаруын тілемеңіз. Ұрпақ көру, оларды тәрбиелеу біздің өміріміздегі борышымыз. Ұрпағымызға берген бодауымызды міндет етпеуіміз керек. Олардың бізге болған мәмілесі біздің оларға болған мәмілемізге жетпейді. Екінші, жақсы жасау үшін рухани байлығыңыздан айырылмаңыз. Қосағыңызбен, көне достарыңызбен сырласып, бас қосып, ән айтыңыз, би билеңіз, немесе өзіңіз қызығатын бірер іспен айналысып, қарттық өміріңізді алуан түрлі қызықпен өткізуге тырысыңыз. Үшінші, әрбір атқан таңды қадірлей біліңіз. Өміріңіздің қызығын деніңіз сау кезінде көруіңіз керек. Ерте тұрып, таңғы ауада дене шынықтырыңыз, денсаулығыңыз күшті, беліңіз, аяғыңыз ауырмаған, көзіңіз, құлағыңыз сау, ойлау қабілетіңіз қалыпты кезде асарыңыз асап, саяхаттап, шетелге шығып, шар тарапты аралап, жасарыңызды жасауыңыз керек. Көңілді болсаңыз, сол күн қадірлеуіңізге татитын күн болмақ, өйткені бүгінгі күн өтіп кетеді, ертеңде бүгін болмайды. Сондықтан әр күніңізді қадірлей білуіңіз өте маңызды. Төртінші, бала шағаның өзіндік тәлейі, өзіндік несібесі болады. Олардың ісіне бас қатырып, ойлана берудің түкте қажеті жоқ. Бала шағаның кейбір істері үшін қамығып, дұрыс тамақтанбасаңыз, ұйықтамасаңыз да, ол іс баяғысынша өмір сүре береді. Олардың өздері дұрыс шешім таба алатындығына кәміл сенуіңіз керек. Бесінші, жас кезіңізде өзіңіз қызығатын бірер істен нәтиже шығарған боларсыз. Солардың ішінен өзіңіз әлі де қызығатын бірер іспен айналысуыңыз керек. Үйде бала шаға жоқ кезде бекерден бекер төрт кереге тамда қамалып отыруға мүлде болмайды. Алтыншы, өзіңізге өзіңіз қаржы қоса біліңіз. Көптеген адамдар 60 жастан асқан соң, 70 жасқа жеткен соң асарымызды асадық, жасарымызды жасадық, енді дүниенің, ақшаның не керегі бар деп түсінеді де, өмір бойы жиған терген ақшасын балаларына өткізіп береді. Бірақ адам өмір сүрген екен, қанша жасқа келсе де, тұрмыс болған жерде ақша қажет болады. Сондықтан өз ақшаңызды өз қолыңызда ұстауыңыз керек. Өзіңізді лайықты ақша болмаса болмайды. Қазанға түскен ас қайтып қапқа түспейді. Өзіңіз үшін істетіңіз, бірақ орынсыз баға таласпаңыз. Өйткені адам қартайған сайын түрлі тұтынуы шекті болады, сонымен көзі тарлау болады. Сондықтан өзіңіз жомарттық істей білуіңіз керек. Азырақ шығын үшін басқалармен баға таласудың қажеті қанша? Ең маңыздысы сіздің өмір сүре алуыңызда. Кімнің де өз қолында ақша болғанға жетпейді. Жетінші, өте титықтамаңыз. Осы жасқа келгенде әрқандай істің ауыртпалығын мойныңызға алып, жүк қылмаңыз. Өте арып шаршамаңыз. Егер жүйкеңіз жұқарса, дем алыңыз. Денсаулығыңыздан сыр берсе, шипагерге көрініңіз. Егер өстіп жүріп, ауырғаныңызда асқындырып алсаңыз, онда істің арты насырға шабады. Сегізінші, азықтануға көңіл бөліңіз. 60 жастан асқандардың көп сандысы кезінде жапаны көп тартқан, кезінде жоқшылықтың дәмін татқандар. Бірақ кейінірек қазір күні барлығы жақсарып, байыса да өз үшін шебіреуге ақшасын қимайтындар да бар. Сол үшін ғылыми азықтануды үйреніп, 3 уақыт тамағыңызды уақытында жеңіз. Өз денсаулығыңызға пайдалы азықтарды қаржы қоса отырып,
тұтыныңыз. Қым сессе доғдырға жүгіріп, уыстап дәрі ішпеңіз. 9. Адам көркінші қоректемекші өзіңізге жарасымды киініңіз. Сақал мұртыңызды басып, шашыңызды қайырып, кеудеңізді тік ұстап жүріңіз. Дос басқа, дұшпан аяққа қарайды демекші, аяқ киімдеріңіздің де тазалығына мән беріңіз. Бас киіміңізді дұрыс талдаңыз, лайықты безеніңіз. Киіміңіз, өң ретіңіз таза болудың өзі сізді қартайтпайтын рухани байлық. 10. Бала шағаңыздың келін кепшіктің істеріне көп араласып алмаңыз. Немерелеріңізді қоса есептегенде 3 дәуір адамдардың көзқарасы мүлде ұқсамайды. Бұл дәуірге әлдеқашан аншалықты бір үйлесе алмай қалғаныңызды мойындаңыз. Дәстүрлі көзқараспен оларды бағындыруға келмейді. Көптеген істерді олардың өз еншісіне қалдыра біліңіз.